Жат діни топтардың біздің елімізге, жерімізге, дінімізге келтіретін зияны белгілі. Осы зиянның алдын алу бұл сіз бен бізге міндетті іс болып саналады. Әрбір мұсылманға, әрбір қазаққа міндетті. Егер де сіздің балаңыз осындай жат ағымның жетегінде жүрген болса, ең алдымен бірінші кезекте оның әлеуметтік желіде тіркелген парақшаларының барлығын тазалау керек. Кімдерге тіркелгендігін қарау керек, сүзгіден өткізу керек. Егер де сол жат діни ағымның парақшаларына тіркелген болса, баламен түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Әрине бала бұл ата-анасының сөзін қазіргі таңда тыңдамауы мүмкін. Сондықтан да сол балаға сөзі өтеді-ау деген адаммен сөйлестіріп, баламен түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Яғни өзі тыңдап мағлұмат алып жатқан адамның қаншалықты ұлтқа өзіне зиян беретінін саналы түрде түсіндіріп, керек болса мешіт имамдарымен сұхбат өткізіп, осындай бір істерді алып барса, біздің болашақта ұрпақтарымыздың сондай бір діни топтардың жетегіне кетуінің алдын алатын боламыз.